Қарыз бен парыз сұрауы. Тәңір діні ілімінің ең қатал, заңды сұрағы қарыз бен парыз. Қарыз бен парыз өлшем сұрақ. Қарыз бен парыз адамның өзіне күнде қоятын сұрағы, сұрақтың сұрағы. Қарыз бен парыз ұрпағыңның, ұлты мен мемлекеттің алдында өтеген өтемеген өтеуіңнің өлшемін анықтайтын сұрағы, сұрақтың сұрағы. Өтелген өтелмеген қарыз бен парыз туралы сұрақты ұрпағыңа көзі тірісінде күнде қой. Ұрпағың өзіне өзі әр сәт сайын қойсын. Өтелмеген өтеуін өтеп жүрсін. Парыз бен қарыз сұрағын ұрпағың өмірден озғанда, жаназа шығарардың алдында еліне қой, төрт жұртына қой, ұрпағына қой. Өмірден озған ұрпағыңның өмір жолын ақиқатта тезге сал, өлше, адал жауап ал. Жауап жаман шығып, ұлты мен отбасы ошақ қасындағы қарыз бен парызы өтелген жоқ делініп, елің жерге қарап, ұрпағың түңілмесін. Осы қарыз бен парызын өтемеген делінетін жаман жауаптан қорық. Қарыз бен парыз адам өмірден озғанда мәйітіңнің басында ел жұрт, ағайын, туыс, құда, жекжат, жора жолдасқа қойылатын сұрақ, сұрақтардың сұрағы. Қазақ өміріңнің өлшемі болардай сұрақ бар екенін ұмытпа. Адамгершілік пен иттіктің ара салмағы өлшенетін уақыттың келетінін ұмытпа. Ар ожданыңды шүберекке түй. Ұлтыңның қамын жеп, күн кеш. Ата-анаңның парызы мен қарызы өтелмей қалып жүрмесін. Қорық, өте. Жан ұяңа тиесілі парыз бен қарыз өтелмей қалып жүрмесін. Қорық, өте. Ұлтыңа қате қас іс жасама. Ұлтың оны кешірмейді. Жадыңда сақта осыны. Жетесіз болма. Парыз бен қарызыңды өте. Ұлтының алдында қарызы мен парызын толық өтеп, өмірден озған ұл қызыңның құрметіне байрақ көтер, толғау айт, әулиелік дәреже бер, ұлттың есінде мәңгі қалсын. Кесене тұрғыз, тойға лайық ас бер. Асып туған ұланыңды ұлыла, ұлықта, ол жерленген ұлы қорған қасиетті орын боп саналып, зират ететін орынға айналсын. Ұланды ұлықтау, ұланды әспеттеу тәңірлік дәстүр. Әулие атағы кім көрінгенге берілетін атақ емес. Ұлттығыңды білдір. Атақты сен бер, адалдап бер. Ақиқат алтынданып тұрсын. Білгендігің болсын, ұланыңды көзі тірісінде дәрежеле. Өмірден өкінішсіз, ұлтына өкпелемей, даналығы асқар таудай ұлты бар екенін біліп өтсін. Ұлы туса ұлан, кебенек ішінде таны, алдын кесіп өтпе. Ұлы болып туған ұланың өмірден озса, ол туралы аңызды ұрпақтан ұрпаққа жеткіз. Өзіңді өзің жаттай күт, тірісінде күт, өмірден озғанда күт. Ұланын құрметте білетін дәстүріңді көріп, жат жанынан түңілсін. Қарыз бен парызыңды өте, ұлан бол. Тоқтар Бейсенбенов ақиқат кітабы 287 бет.